Ал балалар бүгінгі сабағымызды біз тамаша көңіл күймен бастасақ. Бәріміз алақанымызда сияқшы. Мен бәріне қазір әдемілеп бір гүл сынақ. Осылар алақандарында гүл болсын. Әдемілеп. Ал енді, балалар мен бүгінгі тілекті өзімнен сендерге бастан деп, бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Айгерім айта ғой. Никита өскенде отанды қорғап ер азамат болыңыз. Рахмет. Кәмен. Кәмен өте өсіп пятерку получала. Рахмет. Айару әрқашан аспанын ашық болсын. Рахмет. Серега саған сәттілік тілеймін. Рахмет. Я бывает в школах, когда учился и двойки не получал. Рахмет. Енді сабағын беспен бітір, ата-ана тысында. Рахмет. Жәнібек өскенде үлкен азамат бол, өскенде еліңді қорғайтын азамат. Рахмет. Балаларым жақсы оқып, сіз жақсы мұғалім бола беріңіз. Рахмет. Енді бәріміз қолымызды жағамыз. Енді гүлдің артын қайнақшы, гүлдің артынан не тұр екен? Зымыран. Ендеше қандай топқа бөлінеміз? Жақсы. Зымырандар. Оң жаққа, тік жақта, сол жаққа ғана отыра қаламыз. У меня что вообще? Ну что значит? Зымыран. Тік ұшақты олар. Жақсы жарайсыңдар. Ондай болатын болса балалар үй тапсырмасынан бастайық. Үй тапсырмасы бойынша мен сендерге сұрақтар бере қоямын. Тез топта талқылап біреуміз айта қоямыз. Жұмыс істеген себебі дейді адамның жұмыс істеуіне салмақсыздықтың зияны жоқ. Жақсы. Зымыран тобы сіздер ме айтасыздар? Ғарышта салмақсыздық жұмыс істеу кедергі жасай ма? Салмақсыз жұмыс істеуге кедергі жасайды екен? Жасамайды. Қалай жұмыс істеуге болады ғарышта? Өздерің ойларыңды қосып айтып өтсін. Ал тікұшақ тобынан жұмыс салмақсыздық жұмыс істеуге болады. Тәптім айтып қандай. Сендер неме қосасыңдар, екінші зымыран тобы. Зымыран тобы сендер ғарыштағы салмақсыздық дейді. Сол ғарышта жұмыс істеуге қалай әсер етеді? Адамдар ұшып жүреді. Себебі ғарышта не бар? Салмақсыздық. Жақсы. Ондай болатын болса, мен қазір сендерге сурет бере қояйын. Осы сурет бойынша қайсымыз айтып шығамыз. Қай уақытта ұшты? Қане топта талқылай қойыңдар.
человек. Жайын болған соң беріп береміз. Ал жақсы, қайта қайтамыз қане? Ал жақсы, зымыран тобы. Айдын Айымбетов 2015 жылы Союз ТМА 18 ғарыш кемесімен ғарышқа ұшты. Ол ғарыштан аман есен қайтып оралып, қазақ ұлтының 3-ші ғарышкері болды. Айдын Айымбетов ғарышқа ұшқан кезде ғылыми сынақ жүргізген. Жақсы. Тікшақ. Айта қойыңдар. Талғат Мұсабаев 1994 жылы Союз ТМ 9 ғарыш кемесімен ғарышта 126 күн болған. Ол ғарышқа 3 рет ұшқан. Екінші рет ғарышта болғанда 208 күн болған. Союз ТМ 27 ғарыш кемесімен ғарышқа ұшқан. Үшінші рет ұшқанда Союз ТМ 32 ғарыш кемесімен ғарышқа ұшып, ғарышта 8 күн болған. Жақсы, тәртіп толықтырып, ал айта қой. 126 күн жүрді. Жақсы. Ал, түкшақ кете басын. Талғат Мұсабаев ғарышта 3 рет болған. Ол бірінші рет ұшқан кезде Союз ТМ 19 ғарыш кемемен ұшып, ғарышта 126 күн болды. Екінші рет ұшқан кезде Союз ТМ 27 кемемен 208 күн болған. Үшінші рет ұшқан кезде Союз ТМ 32 кемемен ғарышта 8 күн болған. Жақсы, ал. Кім екен Сергей? Талғат Мұсабаев, жақсы. Келесі сөзді зымырандарға берейік. Тағы толықтырамыз. Айта ғой. Ғарышта 10 тәулік болды. Жақсы. Үнжу. Айдын Айымбетов 2015 жылы Союз ТМА 18 ғарыш кемесімен ғарышқа ұшқан. Қалқан. Никита. Кім екен? Айымбетов. Жақсы. Ендеше екі топ бір-бірімізді басқарма әдісі бойынша бағалай қояйық. Үй жұмыстарынан. Қане? Зымыран тобына тікұшақ қандай белгі бересіңдер? Барлығында тамаша дейді. Жақсы жарайсыңдар. Ал зымыран тобы, тікұшақ тобын қалай бағалаймыз? Барлығымызда жақсы жарайсыңдар. Тамаша. Енді біздің тағы бір ғарышкеріміз бар. Тоқтар Әубәкіров. Осы Тоқтар Әубәкіров туралы бүгін біз мәтін
оқитын боламыз. Ондай болса, қазір біз бір видеоға көріп алайық осы Тоқтар Әубәкіров туралы. Алайық, қаламыз жалғастырамыз. жылы маусымның 27-сінде Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы 1 май ұжымшарында дүниеге келген. 1969 жылы Ресей Федерациясында Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесін, 1939 жылы авиация институтын бітірген. 1988 жылы Кеңес одағында алғаш рет әуеде ұшақта 2 мәрте жанармай құйдыру арқылы солтүстік ендікке қонбай ұшуды ерлікпен жүзеге асырды. Реактивті ұшақтың 50-ден аса жаңа түрі сынақтан өткізді. 1990 жылы ғарышкерлер құрамына алынды. Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы 2 қазанда Байқоңырдан Союз-13 кемесімен ғарышқа ұшып, қазанның орнында жерге қайтып қонды. Өтініш біліп жүремін, жазбасыз ба, лайк басасыз ба? Жақсы, балалар, ендеше біз кім туралы білдік? Тоқтар Әубәкіров. Тоқтар Әубәкіров туралы видео. Иә, қазақтың тұңғыш ғарышкері. Ондай болатын болса, мәтінді ашайық. Ғарыш жолы жалғасады. Жаңа өзіміз кеткенде, өзіміздің Қазақстаннан шыққан тұңғыш ғарышкерлер туралы. Келесі, арман арқалаған бала. Яғни біз өзіміз видео көріп өткенде Тоқтар Әубәкіровтің бала күнгі өмір жайлы айтылады. Біз қазір түсінік оқу әдісі бойынша барлығымыз мәтінді оқидық. Тоқтар әкесіне мүлде ерте айырылды деген жерге дейін ұшақ тобы, тікұшақ тобы оқыңдар. Ал келесі азат жолдан бастап зымыран тобы оқимыз. Уақыт кетті, оқимыз. Содан мазмұндап айтып бір әңгіме шығарамыз.